Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз мына тестті электронный, осы ортқа дайындап алған тестті электронный оқушылардан Google форма арқылы электронный тест жасап, соны оқушыларға дайын электронный вариантын жіберіп, сол жерден оқушылардан тест алатын боламыз. Сол үшін оқушыларға тест дайындау үшін біз Google-ға кіргеннен өзі мына жерде бар, Google диск деген бар, соған кірсеңіздер осындай Google диск шығады. Сол кезде создавать етеміз. Мына жерде Google форма, именно бізге керек Google форма керек. Пустой тест дейді, пустой форма, создать пустой форма дейді. Екеуінің разницасы жоқ. Тестке кірейік. Осы жерде біз создавать етеміз. Көшіріп алып ставить етеміз. Сегізінші сынып. Мына жерге ағылшын тілі деп қоямыз. Сосын осы жерге мына жерге оқушының аты, жөні, оқушының аты жөні деп жазамыз. Мына жерде текст строка дегенге қоямыз. Текст строка. Сонымен қатар қойып қоямыз. Настройка кіріп енді тестке уже галочка қойылып тұр. Содан кейін потом новый вкладканы істейміз. Мына жерге сыныбын жазамыз. Сыныбы дейміз. Сосын мына жерге сыныбын мына жерде 8-ші мысалға 8-ші А сынып дейміз. Өздері таңдау керек. 8-ші А сыныбы. Мына жерде неше класс бар, сонша мына жерге добавить ете беруге болады. Мына осы жерде мынаны басамыз. Одан кейін енді біз тестті добавить ететін боламыз. Ол үшін көшіріп аламыз. Ставить етеміз. Бұл жерге бүткіл текстті көшіріп алғаннан кейін ставить етіп жібереміз. Енді бұның правильно дұрыс ответін белгілейтін боламыз. Ол үшін ответіге кіреміз. Дұрыс ответі бізде мынада D болып тұр. Біз Google формаға кіреміз де D-ны белгілейміз де. Мына жерге мысалға дұрыс ответке 1 балл. 1 балл қойылды. Мына жерге добавить правильный ответ, потом сохранить, потом готово. Сосын мына жерге галочка қойып кетеміз. Енді екінші сұрақты добавить етеміз. Екінші сұрақты добавить етеміз. Сұрақ Е жауабы дұрыс. Ответы Ені басамыз. Сосын правильный ответ дейміз. Сохранить. Мына жерге балға 1 қоямыз. Сохранить. Келесі сұрақ.
келесі сұрақ давайте етеміз. Үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ базада дұрыс ответ болсаңыз оны белгілеп жерге бірді қоямыз. Правильный ответ сохранить басамыз. Готово. Мына жерге добавить вопрос деп добавить етеміз. Мына жерге тағы вопрос. Дұрыс А. Мысалға, мына осы сұрақта, төртінші сұрақта мысалға бір емес, бірнеше ответ дұрыс болатын болса, ол кезде біз мына жерде несколько из список деген таңдаймыз. Сөйтеміз де ответіге кіреміз де, мысалға А, сосын Е, С, мысалға сөйтіп қоямыз да, мынаны басып, мына жерге правильный ответ деп сохранить етіп жібереміз. Сол кезде мысалға кез келген оқушы кірген жағдайда 3 ответті белгілеу керек болады. Үшеуі де дұрыс ответ болады. Бізге ол керек емес. Ответить тағы басамыз. Мына жерге бір вопрос. Сохранить. Готово. Енді пример ретінде 5 сұрақты добавить еттім. 5 сұрақтың ответін жаздым, дұрыс ответін қойдым. Енді мен осыны отправить етем. Отправить. Мына жерге осы сілтемені кез келген оқушыға почта арқылы болсын, WhatsApp арқылы болсын отправить етесіз. Сол жерде мысалы кез келген оқушы сілтемені басып кіреді. Кірген кезде осындай Google форма шығады. Аты жөні. Мысалы аты жөні Мейрамбек. Болса 8-ші А-сынып болса, мына жерде мысалға мен өтірік өзім белгілеп шығайын. Белгілеп шыққаннан кейін отправить етеміз. Отправить еткен кезде отправить етеді. Бұл отправить еткен мынаяққа, біз өзіміздің форум неге кірген кезде, дискіге кірген кезде осы жерде Google форма мына жерде шығады. Осыдан жерден тауып аласыз. Список. Бір адам. Міне. Бір адам тапсырған өстіп шығады. Үш жерден көресіз. Оқушының алған балын үш жерден көретін боласыз. Дұрыс вопросты белгілеген болса, мынандай болып шығады. Дұрыс емес вопросты белгілеген болса, осындай болып шығады. Бір сұрақ дұрыс екен, қалған бәрі бос екен.